Маған көп нәрсені үйреткен оқиға. Қарыз алған уайымға кенеледі. Тассо. Мұндай жағдайға тап боларымды білдім дейсіз бе? Әлбетте, армандамадым да, бірақ солай болып қалды. Мен 174 адамға жалпы сомма $1,846,000 берешек едім. Онымен қоймай, 4 банкте $493,000 құрайтын несием бардын. Сіздерде, қымбатты оқырман, менікінде қарыз жоқ шығар. Көпшілікте мәселенің масштабы менікіндей көлемді болмайды. Сол себепті қарыздарымды білгенде бір жеңілдеп қалған шығарсыз. Мәселеңізге бұрындай қарамайсыз деген үміттемін. Мен бұл жағдайға жастық албырттығымнан, заңды білмегенімнен тап болдым. Қалайша 2007 жылы танымал бизнес турлар келіп, халықты сауаттандыратын алаң құруды армандадым. Білім беру орталығын құруды аңсадым. Ол жылдары білім саласында мұндай белсенділік жоқ еді. Білім беретін жеке дара жүйелер бартын. Мұндай жүйелердің негізін салушылар әдетте өздері тренинг өтіп, шәкірт тәрбиелеп, өңір аралайтын. Өз басым академик Мырзакарим Нұрбековтың жүйесі бойынша 7 жыл бойы оқытқан тренер едім. Сол кезде мен осы бағытта алған жылжу болатынын болжай білдім. Сондықтан жақсы білім беретін алаң құру қаншалықты керемет болар еді деп ойладым. Осы мақсатта 2007 жылдың желтоқсанында Само адамды дамыту орталығы құрылды. Бірақ мен жас едім. Менде мұндай орталық қандай болу керегі жайлы нақты түсінік болған жоқ. Оны қалай дамытуды білмедім. Әрине, қазір әр түрлі танымал бизнес тренерлерді шақырып, сәтті жұмыс істеп жатқан тренингтік компаниялар баршылық. Орта Азияда бұл 2012-2013 жылдары басталды. 2007 жылы мұндай компанияны ашу керемет идея еді. Бірақ мұнда әр түрлі жаттықтырушыларды шақыра бастадым. Бірақ белгілі бір нысандағы аудиторияның мәселелерін шешуге бағытталған дұрыс бизнес модельді қалай таңдауға болатынын түсінбедім. Интуиция, интеллект, карта, психогенетика, ақша бойынша да тренерлерді шақырдым. Енді 10 жылдан кейін қаншалықты аңғал болғанымды түсіндім. Білімімнің жетіспеушілігі орға жықты. Бұл бағыттар бір-біріне ұқсамайтын. Сәйкесінше аудиториясы да әртүрлі болуы керек еді. Мен болсам бәрін біріктіруге тырыстым. Қысқасы, Орта Азияға Украинадан бір тренерді шақырдым. Ол америкалық еді. Ақшаға қатысты супер сабақ берді. Сонымен қатар параллельді түрде бизнес жобаларына инвестициялық бағдарламаларды ұсынды. Мен оның Мәскеудегі және Украинадағы тренингтеріне қатысып, қатты шабыттандым. Бизнес жүргізу және тұлғалық даму бойынша шыңғырлардан сабақ алсам да, ақша туралы мұндай ақпаратты ешкімнен естіген жоқпын. Ол шынымен де керемет еді. Мен оны орталығыма сабақ беруге шақырдым. Ол әдетіне салынып, параллельді түрде инвестициялау идеясын алға тарта бастады. Адамдар оның бизнесіне инвестиция сала бастады. Мен де қомақты қаражат құйдым. Ол кезде бұл инвестициялау идеясын жүзеге асырудың нарықтағы жалғыз мысалы еді. Сондықтан оны сынға алатын. Себебі халық мұндай идеяларды қабылдауға дайын еместін. Бірақ соған қарамастан қаржысын құятындар табылды. Әрине, қазір бұл қалыпты жағдайға айналды. Инвестиция құямын деп ақшадан айырылып қалуға болады. Керісінше қаржы құйып табысты арттыруға мүмкіндік бар. Жалпы инвестициялау идеясы қазір кең таралған және танымал. Адамдар оның маңыздылығын түсінеді. Сөздің қысқасы, адамдар оның идеясына ақша салды. Ол болса тақырға отырды. Қаражат құйғандардың бәрі ақшаны қайтаруды талап етіп кеңсеме келді. Ақыр соңында полицияға, қаржы полициясына, ОКК-ге бәрін түсіндіруге мәжбүр болдым. Екі ұйым да бұрынғы КСР республикасында КГБ-ны
қайта құру нәтижесінде пайда болды. Әртүрлі мемлекетте олар әрқалай аталады. Тіпті рэкетирлермен бетпе-бет келуге тура келді. Жалпы бәрінен аман қалдым, бірақ мен әрдайым аңғалдығым мен заңды білмегенімнен қарызға батқанымда қайталап айтамын. Жалпы мен саусақ ұшым тимеген ақшаны адамдарға қайтардым. Бірақ алдымен ақшаны қайтарғаным не қайтармағаным тиімді ме, маңызды ма, дұрыс па дегенге бас қатырдым. Ол кезде менде ондай қаржы болған жоқ. Активтер бартын, мен жылдық табыс бойынша емес, актив бойынша миллионер едім. Байлығым $1 миллион бағаланатын. Ең жаманы, мен кейбір активтерімді сатып, белгілі бір бөлігін жаңағыдай жобаларға салып, сеніп салғанмын. Әңгіме $2,350,000 жайында. Бұл ақшаның бәрі қайтарымсыз жоғалды. Шындығында мен де жәбірленушілердің бірімін. Дегенмен ұзақ депрессия мен ойлардан кейін ол ақшаны қалтама баспасам да қайтарамын деп шешім қабылдадым. Бұл әйелдің маған қалай басым көрсетіп қорлағаны есімде. Бір әйелдің: мен одан маған ақша бердіңіз бе деп сұрадым. Ол жоқ деп жауап берді. Онда неге менен ақшаны талап етіп отырсыз? Дей отыра позициямды түсіндіруге тырыстым. Ол болса ақшаны менің кеңсемде бергенін алға тартты. Оған ақша берерде менен кеңестіңіз бе деп қарымта сұрақ қойдым. Жоқ деген жауап естіген мен ендеше неге оған берешек болуым керегін сұрадым. Ақша тапсаңыз, онда бұны өзіңіздің шешіміңіз бен тапқырлығыңыздың нәтижесі деп санар едіңіз. Менімен бөлісуіңіз екі талай. Бірақ іске аспаса, сіздің ойыңызша біреу кінәлі ме дедім оған. Адамдар шынымен біртүрлі. Олар жауапкершілікті мойнына алғылары келмейді. Өз сәтсіздігіне басқа біреуді кінәлі қылады. Егер жоспар орындалмаса, онда оларды біреу алдаған, әйтеуір кінәлі басқа біреу болып шығады. Бірақ ақша салуға шешім қабылдаған өздері. Мен олардың үйлеріне келіп қарызға ақша сұрамадым. Олар ақша тапқысы келгендіктен өз ақшаларын салды. Қолыма ақша ұстатқан ешкім жоқ. Бірақ қалайша оларға берешек болып шықтым. Әйтеуір қарызға баттым. Оларды қайтару үшін менде сақталған активтердің бір бөлігін сатуға тура келді. Сондай-ақ бизнеспен айналысу үшін достарымның атынан 4 банктен несие алуға тура келді. Қатысым жоқ қарыздарды қайтару үшін тұрақты табыс қалыптастыру қажет болды. Қиналдым. Бәрі маған қарсы тұрды. Қалыптасқан жағдайды ұғынуға тырысасың, бірақ қолдан келмейді. Түсінуге қауқарың жетпейтін бір нәрсе болып жатқандай күй кешесің. Не істеу керегін білмейсің. Кез келген жұмысқа кірісуге дайынсың, бірақ неден бастауды білмейсің. Алғашқы 3-4 ай бойы ешкімді көргім келмей үйде жаттым. Сұмдық депрессияға түстім. Ұйқым келсе де көз іле алмайтынмын. Бөлмемді жауып алып ешкімді, тіпті әйелімді кіргізбейтінмін. Бұл шындық. Өз-өзімді өлтіру жайында ойландым. Менде алжасудың барлық белгілері болды. Басым жарылып кететіндей сезімде жүрдім. Еш нәрсеге зейін қоя алмадым. Шығар жолы жоқ тығырықта едім. Елестетіп көріңізші, күн сайын 174 адам қоңырау шалып сізді ашуландырады, қорлайды, қысым жасайды. Қоңырауларға жауап беруден шаршайсыз да, тұтқаны көтермейсіз. Сізде сондай болып па еді? Қарызыңыз болса, оқиғалардың осылай өрбуіне дайын болыңыз. Қарағандылық бір қыз тренинг үшін $200 төлеп, бірақ тренингке келмеді. Ол кеңсеге келіп, себебін түсіндірсе, оған ақшасын қайтарар еді. Ол болса милицияға барып арызданды. Сіз құлаған кезде әр ақымақ сізді таптап өткісі келеді. Мұны әдейі жасайды ма, жоқ па білмеймін. Бірақ бұл жағдай шынымен менде болды. Адамдардан қарызға ақша алған кезде олар сізге билік етеді. Сізді қорлауға, төмендетуге құқығы бардай көреді. Бірақ іс жүзінде сіз
ақша ғана қарызсыз болды. Мен осындай жағдайға тап болғанда бұрын қолтаңбамды ала алмай жүрген кейбір адамдар үйіме келіп дөрекілік және әдепсіздік танытты. Сіз оның ақыл-ойы төмен екенін көріп тұрсыз. Еш нәрсе түсінбейді, тек айғайлай береді. Қырғызстаннан Алматыға келген бір жігіттің тарихы есімде. Қалтасында көк тиыны жоқ, сондықтан ол менің тренингіме кіре алмады. Мұны білгеннен кейін мен оған сабаққа тегін қатысуға рұқсат бердім. Сондай-ақ оның қонатын жер болмады. Сол кезде де кеудесінен итермедім, кеңсемде түнеуге рұқсат еттім. Ол уақытта тренингіміз бір-бірлеп жүріп жатты. Мен жаңа тренерді шақырдым. Осы бағытты дамытуға тырыстым. Алдағы перспективалар туралы ойладым. Адамдар параллельді түрде америкалықтың жобасына инвестиция сала бастады. Мен бұл жігіттің бухгалтерлеріме, мен әкімшіме $5,000 төлейтінін білмедім. Олар менің артымнан ақша жинап сол жаққа жіберіп жатты. Жаңағы Қырғызстаннан келген жігіт бізбен бірге тұрды. Біз оған мүмкіндігінше көмектестік. Мұнда ол тренингке келіп жүрген бір қызбен танысады. Кейінірек екеуі үйленді. Ол да америкалықтың жобасына ақша салған екен. Содан кейін бәрі құлдырады. Инвестициялық бағдарламаларды насихаттаған америкалық банкротқа ұшырады. Украинада оны тұтқындап түрмеге отырғызды. Бір кездері кеңсемде тұрған жігіт маған келіп, қолдан келгенше қорлай бастады. Ол өзін батыр сезінді. Мен қиын жағдайда қалдым. Өмірім қыл үстінде тұрды. Түрмеге отыру мүмкін еді. Кем дегенде 3 адам арызданса, еш нәрсенің байыбына бармай-ақ мені бірден түрмеге жауып тастайтын еді. Ал жаңағы жігіт қайта-қайта келіп талап етіп қысым көрсетті. Сол қиын жағдайда менен көмек қолдау көрген адамдар мені қорлады. Әлгі жігіттің сазайын бергім келген есімде. Өзімді әзер тоқтаттым. Оған қолымды көтерсем, бір проблеманың орнына мыңдаған жаңа проблема туындайтынын түсініп тоқтадым. Кейінірек бопсалауға мүмкіндік көп болмауы үшін ол мені әдейі арандатқан шығар. Сол кезде маған шыдамдылық берген Аллаға рахмет. Мен оның барлық қорлауын үнсіз жұтып өзімді ұстай алдым. Жай ғана іштей дұға еттім. Аллаға алғыс айтып, дұрыс жол нұсқауын өтіндім. Біреуден қарыз алғаныңызда, онда бірден сізді тізгіндейтін билік пайда болады. Бір күні қарызды қайтарсаңыз да, әсері өмір бақи тыртық сияқты қалып қалады. Егер суды кесуге тырыссаңыз, сәтсіздікке ұрынасыз. Судың бетінде ешқандай із қалмайды. Бірақ егер бетті кессеңіз, тыртық мәңгі қалады. Содан кейін мен әлемде ештеңе қарыз сияқты азап шектірмейтінін түсіндім. Ештеңе қарыз бен кедейлік сияқты қорламайды. Сіз өзіңізді ғаламдағы құм сияқты кішкентай адамдай сезінесіз. Құдай денсаулық берсе, адамдарға қарызды қайтарасыз, бірақ олардың үстемдігі сақталады. Жан қиналысы ұмтылмайды, жаныңызда тыртық қалады. Маған көмектесті. Бір күні әйелім көшеде келе жатып досымды кездестіреді. Ол менің жұмысым қалай жүріп жатқанын сұрастырады. Әйелім оған бүкіл жағдайды айтып береді. Ол тек параноиктер тірі қалады деген кітапты алып үйіме келеді. Кітапты Intel компаниясының басқарушы Эндрю Кроу жазған екен. Ол танымал компанияны ұзақ уақыт басқарған. Кітапты оқи отырып өзіме бір жаңалық ашқандай болдым. Олар процессорлардың бірін шығарған кезде сызбадағы бір қателікті есепке алмаған екен. Нәтижесінде процессор 9 миллиардтық бір жағдайында бөлінген санды дөңгелектегенде қате шығаратын. Бір банкир бұл кемшілікті тауып алып, интернетке жазады. Басқалар да компанияға қоңырау шалып, бөлшекті ауыстыруды сұрай бастайды. Ақыр аяғында
мұнымен білек сыбана айналысуға тура келеді. Бағдарлама құрушылары процессордағы кемшілік жайында білетін, бірақ олар бұған сәйкесінше маңыздылық бермеді. Ол кезде Intel танымалдық бойынша әйгілі Microsoft'ты басып озып жатқан еді. Содан кейін бөлшектерді қайтару басталды. Алдымен бір қызметкер қоңырауға жауап беретін. Содан кейін бірнеше адамды тартуға тура келді. Бір аптадан кейін 16 адам осы жұмысқа жегілді. 2 айдан кейін қоймада 496 миллион доллар тұратын ақауы бар бөлшектер жиналды. Мен бұл туралы оқығанда жеңілдеп қалдым. Бұлардың мәселесінің жанында менке ұсақ-түйек дегендей ойға келдім. Олар мұндайдың шешімін тапқанда меніке ойыншық болып қалды. Сондықтан бәрі салыстырмалы. Кейде жағдайымыз өте нашар болып көрінеді. Шын мәнінде жүздеген миллион доллар қарызы бар адамдарға қарағанда жағдайыңыз жақсы. Адам көп ақша тапқысы келгендіктен қарызға батады. Ол қалай да көп ақша тапқысы келеді. Сондықтан сіз тауарды аласыз, контейнерлерді жалға аласыз, қарыз алып несие рәсімдейсіз. Мұның бәрі көп табыс табам деген қалаудан туындады. Сондықтан сіз титаникалық күш саласыз, бірақ қарыз болып шығасыз. Сіз оны түсінесіз бе, жоқ па, маңызды емес. Мұндай механизм бар. Көп адам ақша табуға деген ұмтылыстың өзі қауіпті болып шығады. Адам 300-500 доллар табады делік. Содан кейін бизнеспен айналысуға шешім қабылдайды. Мүмкін басында ойлаған іске асады, өйткені алғашқы уақытта сәттілік серік болады. Бұл әлбетте шабыттандырады, сенімділік пен қуат сыйлайды. Содан кейін құлдырау мен құлазу кезеңі басталады. Бұл жағдай толық банкрот болғанға дейін жалғасуы мүмкін. Нәтижесінде ол қарызға батады. Бұл құлдыраудың ең төменгі кульминациялық нүктесі. Бұл бизнес бастаған адамдардың 80%-ның басында болатын жағдай. Қалғандары бұдан не себепті аман қалатынын кейінірек айтып беремін. Адамның көп ақша табуға, жақсы өмір сүруге деген ұмтылысы қарызға батырады деп сеніммен айтуға болады. Мұндай жағдайда адамдардың көпшілігі абдырап қалады. Содан кейін бизнеспен арманнан мүлдем бас тартады. Олар қарызды қайтаруға тырысады. Сосын бұл іспен ендігәрі айналыспаймын дейді. Жұрттың көп осылай жасайды, өйткені оларға қарыз қайтару қиынға түседі. Олар қандай да бір жолмен қосымша жұмыс тауып, бір нәрсе сатуға, болмаса пәтерін сатуға ұмтылады. Әйтеуір қарыздан құтылуға тырысады. Сосын бұрынғыдай бірақ берешексіз өмір сүруді қалайды. Бірақ құлаққа түрпідей естілгенмен қарыз пайдалы. Бұл тиынның екі жағы іспетті. Екінші жағын көріп үйрену керек. Көбісі психологиялық тұрғыдан сынады, өйткені бұрын соңды мұндай жағдай бастан өтпеген. Ең қызығы, басым көпшілігі бұл сынақтан өте алмайды. Себебі олардың санасында борышкердің ойлауы қалыптасады. Бұл вирус сияқты сырқаттанғандай боласыз. Мұндай жағдайда қалай емделу керегін айтамыз.